Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Мен бүгін сіздерге осындай обтяжка жасауды қажет етпейтін, дәмі торттан кем түспейтін, ең дәмді трайфл жасаудың рецептімен бөлісетін боламын. Тура осы рецептпен жасасаңыздар, қонақтарыңызға ұялмай ұсына аласыздар. Сонымен қатар видеоны соңына дейін көріңіздер. Дәмі деген өте керемет, ауызға салсаң просто еріп кетеді. Шайнаудың қажеті жоқ болатын трайфл бұл. Ең алдымен жұмыртқамызды шағып, үстінен жақсылап миксермен араластырып аламыз. Жұмыртқамызды араластырып болғаннан кейін үстіне тұз және де қантымызды салып, жұмыртқамыздың көлемі 2-3 есе ұлғайғанша араластыратын боламыз. Неке жұмыртқамыздың көлемі 2 есе ұлғайды. Енді үстіне біз жылы сүтімізді және сұйық майымызды құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Ал енді бөлек ыдысқа ұн, қопсытқыш және какаоны үшеуін араластырып аламыз. Енді көтеріліп тұрған жұмыртқамыздың бетіне міндетті түрде ситодан өткізіп, 3 немесе 4-ке бөліп салатын боласыздар. Бірден барлығын салып жіберуге болмайды. Ол кезде жұмыртқамыздың ішіндегі ауалардың бәрі түсіп, бисквит дұрыс көтерілмей қалады. Ал қыздар, менде бисквитіміздің қамыры осындай қоюлыға әдемі болып шықты. Енді мен бұны 26 диаметрлік кольцоға салып пісіретін боламын. Кез келген формада негізі пісірсеңіздер болады. Себебі бұны бисквитіміз пісіп шыққаннан кейін бұны майдалап тастайтын боламыз. Болған пісіретін кольцомыздың размері негізі маңызды емес. Неке бисквитіміздің қамыры дайын, енді оны духовкаға салып пісіріп алатын боламыз. Бисквитіміз пісіп шықты, өте жұмсақ, үлпілдек әдемі болып шықты. Енді оны табадан міндетті түрде жақсылап суытып болғаннан кейін пайдаланатын боламыз. Осындай бисквит шықты бізде. Бұл бисквитті негізі шоколадный бисквит ретінде торттардың арасына қосуға да болады. Бірақ трайфлға өте әдемі кетеді. Сочный, жұмсақ, өте әдемі бисквит. Мінекей арасы да әдемі болып пісті бізде. Енді осыны бөліп блендерге алып, араластырып майдалап алатын боламыз. Менің YouTube каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мен салған рецепті біріншілердің біріншісі болып тамашалай аласыз. Үйде блендер болмайтын болса, қолмен ақ крошка жасай беруімізге болады. Неге трайфлдың бисквиті осындай әдемі болып шығуы керек. Ал енді біз трайфлдың кремін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге творожный сыр, сливки және де қант керек болатын болады. Барлығын төменде қанша грамм екенін жазып кетемін. Ең алдымен творожный сыр және де қантымызды жақсылап біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Сосын үстіне мұздай сливкимізді құйып, тағы да миксерлейміз. Сонымен креміміз бізде дайын. Негізі қасықпен жақсаңыздар да болады, бірақ осындай кондитерский мешокқа салып пайдалансаңыздар өте ыңғайлы.
Ал енді бисквит және креміміз дайын. Бізге осындай посыпкалар, ішіне салуға әртүрлі начинка, шоколадтарымыз керек болады. Орех қоссаңыздар да, тіпті фантазияларыңызға байланысты свежий клубника, банан, кез келген затты қоса беруіңізге болады. Осылай ең алдымен бисквитімізді салып шығатын боламыз. Барлық ыдысымызға біркелкі қылып трайфлдың қанша қабат болуы өзіңізге байланысты. Көп қабатты немесе 2-3-ке бөліп қана жасай берсеңіздер де болады. Мінекей, енді үстіне біз кремімізді құйып шығатын боламыз. Кремді жағып болғаннан кейін осындай силиконовый лопатаның жәрдемімен біркелкі қылып тегістеп аламыз. Осы кезде ішіне қалаған начинкаларды сала беруіңізге болады. Мен аз-аздан жаңғақты салып шықтым. Сонымен қатар шоколадтардан да начинка ретінде салып шықтым. Енді үстіне қайтадан ұнтақталған бисквитімізді бір қабат қылып төсеп шығамыз. Бисквит салынды, енді үстіне крем жағамыз. Мысалы, торт жасаған кезде оның көпшілігіміз обтяжка жасаудан қиналамыз, яғни тортымыз біркелкі тегіс шығуынан. Бұның дәмі торттан аз түссе кем түспейді. Аузыңызға салсаңыз просто так еріп кететін болады. Өте жұмсақ, күшті трайфлдардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар. Енді үстін біркелкі қылып тегістеп алып, бетіне құятын ганашын дайындаймыз. Ол үшін бізге сүт немесе сливкиді пайдалансаңыздар да болады. Үстіне шоколадымызды салып, баяу отта осылай ертіп алатын боламыз шоколадымызды. Сосын жақсылап суытып барып, қана осы бисквиттеріміздің үстіне құямыз. Немесе ыстық кезінде креміміз еріп кетеді. Мінекей, осылай құйып болғаннан кейін үстіне осылай посыпка немесе әртүрлі шоколад, жаңғақ, кез келген заттарды сеуіп, холодильникке 2-3 сағатқа салып қойсаңыздар, әдемі болып іші сіңіп күшті болады. Мінекей, менің трайфлдарым дайын. Міндетті түрде жасаңыздар. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Менің каналымды қолдап, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де келесіде қандай десерт немесе тағам жасағанымды қалайсыз, оны да жазыңыз. Тамашалағаныңыз үшін рахмет.